нотариально договормен қарызға ақша аламын. Маған қарызға ақша керек. Аллаға шүкір, қазір Сығанақи мен Енуда оқып жатырмын. Сығанақи, Құдайға шүкір, альхамдулилля, тегін жатын орын, тамағы, оқуы. Бұл жерде таңғы 8-ден сабақтар басталады. Күнде кешке дейін сабақ. Дәл қазір мысалы жаңа ғана сағат 6-да бітірдік сабақ қарап. Күнделікті сабақ, одан кейін күнделікті кешке менде Енуда сабақ сағат 9-ға дейін. Ол жақта магистр 1-ші курс дін психологиясы бойынша оқып жатырмын. Оқу ақысы 2 миллион теңге. Алан қаламын, грантқа түспедім. Платно оқып жатырмын. 2 миллион теңге. 1 миллион теңгесін төледім, машинаны сатып, қазір арзандау машина алдым. Сол арзандау машинаны сатайын десем, жүріп тұрысқа керек екен. Қазір автобуспен жүріп жатырмын, машина сынып тұрғандықтан. 1 сағат баруға, 1 сағат қайтуыма кетеді ғой. Ал егер көлік болса, 1 сағат үнемдейді екен. Сол себептен қазіргі бүкіл фокус, бүкіл ой бәрі оқып алу. Сол себептен жұмысқа уақыт болмай жатыр. Сол үшін маған қарыз ақша керек. Бірінші оқу төлеуге, екінші семьям ауылда жатыр, қоғамда, әке-шешемнің қолында. Соларды қасыма алып алуым керек. Ол да бір қиын нәрсе екен, бөлек болған. Сол себептен семьямды асырауға, квартирасына және оқуға бірінші орында ақша керек болады. Кім қарызға береді, міндетті түрде договормен нотариально отырамыз. Осы видеода кімге ақша бар, кімнің мүмкіндігі бар, соларға жіберіп қойыңыздар, иншалла бір-бірімізге көмектесейік. Осы уақытқа дейін дінге қызмет жасадық, тағы да дінге жасаймыз. Әзірге оқып алу керек болып тұр. Қазіргі бүкіл ой, бүкіл ниет, бүкіл амал тек қана оқу болып тұр.